Сәлем құрметтілерім, мен осындай ою сызуға тырысамын. Мен әр жылы негізі оюлар саламын. Әр жылы сызған кезде менің оюларым әртүрлі болып шығады. Енді осындай ою бір шабқым келіп отырып сызған екенмін. Енді осыны сызып көремін. Сіздерге қалай сызу керек? Енді оюға шабыты бар адамдар, сызуға мүмкіндігі бар, жаңағы пейілі бар адамдар оюды өлшемей пішпей ақ қарап отырып сыза береді. Мен сондай адаммын. Сондықтан қазір бір ою сызып көрсетейін. Жаңағы оюға ұқсастырып көрсетейін. Ең алдымен оюды сызбас бұрын әрине мынау тұйық жағын өзімізге қаратып аламыз. Тұйық жағы өзімізге қараған анықтап алғаннан кейін сыза бастаймыз оюларымызды. Ең алдымен мен негізі сызбас бұрын алдын ала туған оюларымды қарындашпен кішкене сызып өшкіндеп сызып нетіп аламын. Сіздерге анық көріну үшін үстінен маркермен жүріп өтемін. Тұйық жағын өзіме белгілеп алдым. Мінекей сол жағынан бастап сыза бастаймыз. Так, менің оюларым мына жағынан. Негізі оюлардың көбі қошқар мүйізден құралады ғой. Сол мен қошқар мүйізбен қиыстырып әр ойымды сызғанды қатты ұнатамын. Сіздер де ұнатасыздар деп ойлаймын. Негізі оюлардың бәрі қошқар мүйізден тұрады. Қошқар мүйіз неге баяғыдағы адам қазақтан бері жаңағы мал шаруашылығымен көшпенді қазақтың арғы тұқымы көшпенді қалып болғаннан кейін малмен, табиғатпен небір дүниелер үйлесіп жатады. Сол енді ұлттық оюларда табиғатты бейнелегендей өмір жолын айшықтап жазғандай бір әсер қалдырады. Өзім осы бос уақытымда оюларды сызған кезде шабыт аламын. Қарап отырып жай ойланып кетемін де отырамын да қолыма қағаз алып ою сыза бастаймын. Әртүрлі жолғы оюларым менде әртүрлі қалыптасады. Мінекей мен ойланбастан сызып жатқан сияқты көрінемін сіздерге, бірақ бұны мен қағаздың бетіне жаңа бір отырып қана түсіріп алған едім. Сол оюымды енді бұны түсірмей тұрып алдын ала сызайын десем, ойымдағы ою өзгеріп кетуі мүмкін. Сондықтан мен көбінде алдын ала қағазбен түсіріп аламын. Өзімнен ойымнан ою құрастырып сызатын болғандықтан менің әр жолғы оюым әртүрлі шығып жатады. Енді осы бір көлемді оюды сызып көрсетейін. Әрине бұл жаңадан үйреніп жүрген адамдар бұны бірден салып кете алады деп ойламаймын, бірақ салуға тырысуға болады. Мінекей аяқтап та қалдым. Оюға қабілеті бар, бұрыннан оюмен айланысып жүрген адамдар болса, осы ою үлгісін қарап ақ сала беруге болады. Мінекей бізде оюдың жарты денесі бізде пайда болды. Енді осына қиып алайық. Қию үшін әрине қайшымыз оңатты болу керек. Менде қайшым кішкене ыңғайсыздау, сонда дағы осы оюды қиюға тырысамын. Оюда қайшына баппен қозғалтып ұстап отыру керек. Өйткені жаңағы қатты басып, қайшына қатты резко басып қалсаңдар оюларыңыздың бір бөлігін қиып кетуі мүмкін. Қағазбен оюды қиюдың өзі бір өнер деп санаймын. Әрбір бұрышын, әрбір сызықтың үстін жаңағы тайдырмай, бұталақтатпай қырқып шығу керек. Әйтпесе өйтпегенде оюларымыз біздің сызғанымыздай болмай қалуы мүмкін. Енді мен алғашқы видеоларымды түсіріп бастап жатырмын. Жалпы ою сызу маған қалай пайда болды десеңіздер, мен сонау әке шешеммен бірге тұрған кездері, кішкентай кездерімде деп айтайыншы. Кішкентай кездерімде шешеміз біздің постоянно ою тігетін, оюлар сыздыратын. Сол ауылда өскен қызбын. Ою негізі маған содан қалған сол тәрбие, ауылдық тәрбие, көшпенді халықтың тәрбиесі, айналамдағы көріп жүрген тәрбиеден қалған десем де болады. Жалпы ою сызуға құмарлығым менің осы сурет салудан басталды. Бос уақытында отырған кезде бала кезімнен өзім қолыма қалам, дәптер ала кетемін да сала менің сурет болса да сала жөнелемін. Соның ішінде ою салу маған өте қатты ұнайды. Ою салған кезде жаңағыдай ойыңдағы бір нәрсеге ойың бөлініп, миың кішкене тазарып, жаңағы бір ерекше көңіл күйде боламын. Әрбір түрлі бағанағыдан айтып жүрген әр жолы сызған оюларым менде әртүрлі шығады, көңіл күйіме байланысты. Жалпы осы ою сызу өнері қаннан қанға беріледі ма, қалай деген ойлар өзімде туындайды. Бірақ менің әке шешемнің арғыдарында енді ою тіккені болады, салынған оюды дайын тігіп өрнектегені болмаса, тоқып дегенде өрнектегені болмаса, ою сызып өнерлерін көрмеппін әке шешемнің. Бірақ өзімде бар еді ою сызатын өнері. Дөңгелек оюлар дейді, төрт бұрыш оюлар дейді, неше түрлі оюларды сызып жатамын. Енді осы оюды қию барысында сіздерге әңгіме айтып отырайын. Мен
жайлауда жаңағы көшпенді халықта тәрбиеленген едім ғой. Сол кезде жайлауда отырған кезде кәдімгі ауыл қыздары бір ауылда біз 15 үйден отырамыз. Киіз үй, юрта дейміз ғой, жайлауға көшіп барып 45 километрлік жерге сонда 2 ай уақытпен жайлауға көшіп қоныстанатынбыз. Сол жерде қыздар жаңағы осылай кесте тігумен, жаңағы әртүрлі тоқуменен, жайлауда ол кезде интернет жоқ, қазіргідей телефон жоқ. Сонда бос уақытымызда осындай оюлар тігумен, өз қолымызбен әртүрлі суреттер шүберектің бетіне салып алып, кесте тігіп, кәдімгідей сөйтіп уақытымызды өткізетінбіз. Сол кездерім осы оюларды сызған сайын есіме түседі ғой. Жаңағы балалық кезім, жайлау, кең жайлау, таулы алқап, жайылған мал, шұрқыраған жылқы дегендей. Жаңағы қазіргі кезеңде қазіргі жастар интернет, телефонмен танып жатыр ғой. Бірақ сол кездегі менің өміріммен қазіргі жастардың өмірін салғастырғанда, ол кездегі өміріміз ешқандай бояусыз, жаңағы таза, натуральный деп айтамыз ғой, натуральный ортада тәрбиеленген екенбіз деп ойлаймын. Қазір енді біздің мынау қоршаған әлем бүкіл жаһандық өзгеріс деп айтады, климаттық өзгеріс болсын, жалпы адамдардың мінез құлқының өзгерісі болсын, қандай да бір жағдай бұрынғы кезмен салғастырғанда әлдеқайда өзгеріске ұшырап кеткен. Сол жаңағы көшпенді халықтардың бәрі сіздерше айтқанда юрта деп айтады ғой. Іші киіз үй, сол киіз үйде отырамыз. Киіз үйдің ішін кәдімгідей безендіргенін көрсеңіздер, қалай оюды бір-бірімен ұштастырып, қалай жаңағы түстерін, жіптердің әдемі келтіріп, өңін шығарып отырып, сол үлкен үйлердің ішін қыз-келіншектердің шеберлігі соншалықты әдемі, көздің жауын аларлықтай етіп көмкеріп, оюлап, гүл, неше түрлі гүлдің суретін сызып, төсек, алаша дейді, төсек жапқыш дейді. Жаңағы киіз үйдің бұйымдарының атаулары көп қой. Солардың барлығын осындай қол өнерлерімен толтырып, тігіп, сәндеп қоятын. Кіріп барғанда бір сондай жаныңа жылулық береді. Өте керемет көрінетін, керемет көріністер. Қазіргі осы кезде кейін заман ағымына қарай дейміз ба, кесте тігу дегенде барлығы дайын дүние болып кеткеннен кейін кесте тігу, өз қолымыздан бірдемені дайындау деген өнері бізде қазіргі кезде жойылып бара жатыр ғой. Қазақтың салт дәстүрі, ұлттық салт дәстүр, жаңағы ұлттық салт дәстүрдің өзі оюмен ерекше байланысты. Соның барлығы жойылып. Мінекей оюымызда да, мінекей әңгіме айтып отырып, мен оюымды да аяқтап қалдым. Қанекей, бұл жаңағы алдындағы оюымыздан сәл өзгешелеу. Бірақ айттым ғой, әр жылы сызған ойым менің әр түрлі шығады деп. Енді интернет қолданушылар, кейбіреулер көбінде қазір оюсызға бір нәрсені жасауға интернетте жүгініп жатамыз. Сол кісілердің кішкентай игілігіне жараса мен өте қуаныштымын, қатты қуанған болар едім. Сіздер енді менің мынау өнерімді бағалап, өнер деп айтайық енді, меніңше өнерім менің деп айтайын. Каналыма жазылып, әр жылы осындай әдемі ою үлгілерімен танысып біліп отырғыларыңыз келсе, менің каналыма жазылып қойсаңыздар болады. Мен әр жолы қолым тигенше осылай оюларды, неше түрлі үлгілерін сіздерге тегін ұсынатын боламын. Сіздер видеоны тоқтатып, қажет жерін алып, қырқып дегендей қиып өздеріңізге қажетті көлемді оюларды сызып алуға болады. Мынау менің алдыңғы жолы сызған оюым. Мінекей көлемді әдемі шықты. Қазіргі сызған оюым мынадай болып шықты. Игіліктеріңізге жарасын, сау болыңыздар.